Әлемнің ең мықты нейрохирургтері елордаға жиналды. Бүгін халықаралық нейрохирургиялық форум басталды. Шілденің 3-іне дейін өтеді. Бұдан бөлек нейрохирургия, тарих, қазіргі заман, тұлғалар тақырыбымен алғаш рет кинофестиваль ұйымдастырылып отыр. Конференцияда нейроонкология, тамырлы нейрохирургия, жұлын нейрохирургиясы мен балалар нейрохирургиясындағы өзекті проблемалар сөз болады. Бас қалаға Ресей, Жапония, ақш, Ұлыбритания, Израиль, Колумбияның кілмықты маманы келді. Біздегі ұлттық нейрохирургия орталығы келесі жылы 15 жылдығын атап өтеді. Осы жылдар ішінде орталықта 70-тен астам жаңа технологиялар енгізіліп, 37 мыңнан астам операция жасалған. Бұл біздің жалпы нейрохирургияның өсуіне бүкіл дүние жүзінде деп айтуға болады. Оның ішінде біздің Қазақстан нейрохирургиясының дамуына үлкен әсер етеді. Себебі бұндай шараларға дүние жүзінің ең белгілі нейрохирургтары келіп, жақсы бір сұхбаттар болады. Ең бірінші жетістігіміз бұл жаңа технологияларды өзіміздің тәжірибемізге енгізу болды. Біз бұрын Қазақстанда, орталық Азияда болмаған 70-тен аса жаңа технологияларды өзіміздің тәжірибемізге кіргіздік. Бұрында, мысалы, біз қазір орталықта жылына 4,5 мыңдай операция жасаймыз. Былай алсаңыз, соның 70-80% бұрында шетелге баруға болатын мәжбүрлі болатын аурулардың диагнозы. Қазір олардың бәріне тегін, ең жоғары сапалы заманауи технологиямен көмек көрсетіп жатырмыз. Біздер шетелге бару емделуді толығымен тоқтатты деп айта аламыз.